Hello everyone, we are going to talk about prepositions in and on using with vehicles. Сәлем достар, біз бүгін сіздермен бірге in және де on prepositionдардың көлік құралдарымен қалай қолдану керектігінің жолдарын үйренетін боламыз, өте оңай жолдарын айтатын боламын. First of all is on. We use on with vehicles like train, plane, ship. Өздеріңіз ойлап тұрғанда бұл үлкен транспорттар, яғни біз ол транспорттың ішінде тұрып жүре алатындай болған жағдайда біз onды қолданатын боламыз. For example, алып көрсек, самолетте біз ішіне кіріп отыра аламыз және де тұрып жүре аламыз. Сондықтан біз on prepositionды қолдандық. Тағы да плюс біле кететін информация, бұл біздегі онның тағы бір қолданыстағы тұсы, ол бір орынды транспорттарда қолданылады екенбіз. Бір орынды дегеніміз қалай? Үстіне бір орындық велосипед, мопед, сондай-ақ біз жануарларға да онды қолданаламыз. Like horses, elephants, and the donkeys. In prepositionға тоқталатын болсақ, оннан айырмашылығы сол, inді қолданамыз тек кішігірім автокөліктермен қолданамыз. Оларға жатады, for example, көліктер, жеңіл автокөліктер, таксилер, сондай-ақ суда жүзетін көліктерді алсақ болады, қайық, каноэ алсақ болады. Оннан айырмашылығы осы. Егер де түсінікті болса, астына комментарийге өз мысалдарыңызды жаза кетсеңіздер болады. Қолдау білдіріп, лайк баса кетіңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.